Men Алматыда 5 жыл тұрдым, енді Астанаға көшіп бара жатырмын. Және өз пәтерімді сатып алмақшымын. Көшу себебін және көшу барысын көрсетемін. Кеттік. Мына ағаштың сөзін. Бірақ оны жай ғана қарап жүрміз. Маған осындай сызығымен заттардың барлығы ұнайды. Мына жақта тұрған бұларды не үшін қондықты білмеймін, бірақ сонда да ұнайды. Өте әдемі көрінеді стилі. Мен Алматыда 5 жыл тұрдым, 4 жыл универ оқыдым, тағы 1 жыл жұмыс жасадым. Енді Астанаға көшіп бара жатырмын. Бұл шешімді қалай қабылдағанымды айтамын, және де жалпы Астанаға бірге көшеміз. Бұл бірінші видео, тағы да көп видеолар шығады. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Мен универде жақсы оқуға тырыстым. Программист болған соң қатарластарым 2-3 курста жұмысқа бірден тұрып кетіп жатырды. Мен де қатты қызықтым. 3 курста бізде міндетті стажировка болды. Сол кезде мен стажировкаға шынымен қызығып, сол жақта жұмыс жасадым. Фронтенд ретіндегі позиция маған өте қатты ұнады. Солай 3 курстың жазынан бастап 4 курс бойы диплом жазып жатырып, мен бір компанияда жұмыс жасадым. Универді өте жақсы аяқтадым да, бірақ бұл жұмыс жасап жатырған ортам маған сай емес екендігін түсіндім. Басқа жұмыс іздедім, таптым. Мені толық қанағаттандырған жұмыс болды. Солай Алматыда тағы да 1 жыл жұмыс жасадым. Енді осы жұмысым бойынша мен Астанаға көшіп бара жатырмын. Өте миға сыймайтын шешім болды. Жалғыз тұру деген этап басталғалы жатыр. Қатты қуаныштымын, бірақ қиындықтар да болады. Соның барлығын бейнетаспаға жазып отырамын. Менімен бірге болыңыздар. Мен видео жазғым келіп тұр. Қазір мен үйдемін, Алматыдамын. Менің жұмысым бойынша жақында мен Астанаға көшемін. Біздің офис көшіп жатыр, және де мен оған келістім. Мен де Астанада тұрып көргім келеді. Ал нақты қашан көшетінімізді айтпады. Менде бір түрлі сезімдер болып жатыр. Алматыда өте көп таныстарым, жақындарым бар, және де осы жақта өнеріммен жұмыс жасайтын проекттер бар. Олар менсіз де жүре береді, тек соған менің де өзімнің үлесімнің қосылған қалаушы едім. Алматыға жиі келіп тұрғым келеді. Сондай бір қимастық қана бар, әйтпесе мен Астананы қарағанымда ол жақта да мүлде басқа өмір деңгейі, ондай бір өмірді де сүріп көргім келеді, және де сол жақтан мүмкін өзімнің алғашқы пәтерімді аламын деген ойымда бар. Sun on the cup, steam on my sleeve, same little corner where we both breathe slow. Sugar morning folded in cream, your name on the napkin feels like a dream.
we take it easy and stay for a while. Letting the afternoon bend into a smile. No clocks to watch, no places to be. Just the golden light shifting over you and me. Oh, golden hours stay. Golden hours stay. My happy day on repeat today. Soft little life in a softer way. We're gonna watch the shadows play, yeah, on repeat today. Спичек әдемі болып тұрсың. Өзің құрылмасы, дұрыстап. Эстетика видео түсіреміз. Декор, эстетика видео қайда? Сен мына фонды көрсең, айта-алмай, қазір істеп алайын. Мен бұл жұмысқа қабылданар алдында менен Астанаға көшуге қалай қарайсың деп сұраған болатын. Сол кезде менің бір сәтте миымда жаңа арман пайда болды. Жеке тұруға шешім қабылдағанда мені жақындарымның барлығы қолдады. Астанада тұрғанда пәтерді жалға алғанға төлегенше мен өзімнің жеке пәтерімді ипотекаға алып, өзіме инвестиция жасауды жөн көрдім. Бұл мен үшін үлкен мүмкіндік және күтпеген жерден өзіме осындай бір жаңа армандар ойлап таптым. Алдағы видеоларда пәтер алғаным жайлы айтамын және де оның үшін бірге құрастыратын боламыз. Қатты қуаныштымын. Қазір мен түскі астамын. Мен бүгін кешкі 9-да жолға шығамын Астанаға. Өзім жоспарым бойынша бірнеше айдан кейін көшемін. Бірақтан қазір бір үй алу деген нәрсені 3-4 айдан бері қарап келе жатырмын. Қазір осы алатын уақытым секілді сездім. Өзіме ұнайтын бірнеше үйлер шықты. Мен бұрыннан бері қарап жатқан кезде сол бір үйлер шыға беретін объявлениелері. Бұл қараған кезімде мен бір ғана апта тұратын үйлерге кезіктім. Адамдар бірден сатып алып кететін жақсы үйлерді қалай табу керектігін өзім түсініп алды. Сонымен менде қазір 5 түрлі нұсқа болып тұр үйдің. Соларды барып көреміз. Айына 280-300 мың шығайын деп тұр. Негізі 300 мың шығайын секілді. Бірақтан сол айырып жатырған үйлерім өзімнің қалағандай болып шықса екен. Барлығы тым тез болып кеткен секілді. Осы шешім дұрыс па деп ойланып қалып кезде. Бірақтан да дұрыс екеніне кейін көзім жетеді. Бүгін жолға шығамын, ертең Астанада боламын. Қызық. Мен үйден шыққалы жатырмын. Мен осыдан бір апта бұрын соншалықты бәрін ұйымдастырып сөйтіп жүргенмін. Қазір осы уақыт тез келіп қалды. Өзім де сенбей тұрмын. Езикоз. Опа. Езикоз не дейміз? Қалай екен? Иісі бар ма? Мен микрофон сатып алдым ғой. Чемоданыммен дайын тұрмын. Езикосымда отырасың ба? Астанаға барған кездегі менің
жалпы үй алғандағы ең қатты қорқынышым ол мошенниктерге түсіп қалмау. Қазір сол мошенниктер қалай алдайды, солардың бір механизмдерін қарап, видеолар қарап шығамын. Негізі мен сөйлескен адамдардың барлығы ешқайсында андай мошенник сияқты болып іс-әрекеттер жасамады әзірге. Өтініш бәрі жақсы болса екен. Істеген еңбектеріміз, осыған құйған ақшаларымыз далаға кетпесе екен, барлығы шынайы, өзіміз секілді таза адамдар болып шықса екен деп тілеймін. Ал мен кеттім. Пока. Bir жағынан қорықтым, бір жағынан күшті. Бірақ андай сезіне алмай жатырмын. Сезімдерді сезе алмай жатырмын. Жарайды, пока. Corner booth light falling on my open page. I write down the worry, then I turn the page. The city moves at my pace now, gentle and slow. Lighter than it was, loud in a soft amber glow. Coffee and a quiet grin passing through the crowd. Nothing to prove out here, nothing said out loud. One more careful breath as the morning light settles in. This is the moment where the better days begin. Wipers cut the glass like a patient bend. Wet streets and soft home corners, close at hand. A tiny glow on the dash, coffee cup in your side. Drifting by slow, no more places to hide. You don't need to speak, I already know the rest. Every hard mile left a softer line inside your chest. The road keeps rolling, but it knows where to bend, bringing us back. Сәлем, мен бұл видеоның бөлігіне пікір айтпасам болмайды. Себебі менің үйге деген критерийлерім өте көп болды. Мен үйдің өте минимализм болғанын қаладым. Біріншіден мебельдер аз болғанын қаладым. Себебі мен ол мебельдер бар болса да, мен оларды тастап өзімдікін алушы едім. Стройный бір шкафтардың болғанын қаламадым. Себебі оларды жылжыту, жаңа бір нәрсе алу қиын болады. Маған тіпті потолоктың қалай жасалғаны, полдың қалай жасалғаны, оның түстері, жиегіндегі сызықтары барлығы маңызды болды. Мен сондай кішкентай заттарға өте көп қарадым. Тіпті жаңа ремонтты үйлерді қарадым. Мысалы осындай үйлер, бірақ олар менің талғамымда емес, олар жаңа әдемі жасалған. Мұндай бұған ұқсас үйлер өте көп болды. Бағалары да бірдей, бірақтан менікі емес, кешірім сұраймын. Ең бірінші барған үйіміз, ол менің талғамыма толықтай сәйкес келді. Және ол жалғыз менің талғамыма сәйкес келген үй болды. Біз негізі бірнеше адамдармен келісіп қойған болатынбыз.
бірақ біреуісі қалада әзір болмаймын деді, ал бізде уақыт болмады. Тағы біреуіне барамыз дегенше ол сатылып кеткен болды. Тағы да 1-2 үйлер жай ғана бізге игнор жасауды шешті. Сөйтіп біз бірінші болып осы үйге келдік. Шырша полдардан бастап қабырғаның түсі, ваннаның жасыл болғаны сәл мені уайымдатты, бірақтан қатты жаман жасыл емес, өте жақсы жағымды жасыл болды. Бірақтан бұл сәл қымбаттау болды, 1-2 миллионға. Сөйтіп біз ойланып қалдық, бірақ менің көңілімнен қатты шығып тұрды. Көрінісі сыртқа қарайды, сыртта шум естілмеді, терезелерді жауып қойса естілмейді, ашып қойса әрине. Және де байқағаным, бұл үйде шу изоляциясы өте жоғары. Бұл 2018 жылғы үй, сол үшін андай сенімді. Сосын адны қымбат деп тағы да бір үйге жазып көргенбіз, солар келіңіз деді, жарайды деп бардық. Екінші үйге барған кезде мен бірінші үйді алғым келетініне бүйтіп қол қойдым. Себебі ол жақта қабырғаның түстері, кафельдің түстері, жердің түсі, шкафтардың ашылып жабуы, яғни шкафтар соншалықты сапалы жасалынбаған, сондықтан олар бүйтіп тіреліп шаққа ашылады. Өте біртүрлі түстер, бірақ андай үлкен панорамны терезесі болды. Ол бір ғана плюсы болды, қалғанның барлығы минус болды мен үшін. Сонымен біз ол үйді алмаймыз деп шештік, әрине. Және ол үй анандай 2022 ма сондай бір жаңа үй болды да, маған білмеймін, сондай өте тым жаңа үйлерде тұру бір түрлі. Маған ескілеу үй, сәл Еуропаны вайб, сондай үйлер ұнайды. Сонымен мен бірінші үйді таңдадым. Басқа нұсқа болмады. Мен кореялық пәтер іздейтін видеоларды қарап отырған кезде оларды сондай барлығы таза, барлығы әдемі, қайсын таңдаймын деп жүреді, ал менде тек осы ғана вариант болды. Қалған үйлер өкінішке орай болып тұр. Бірақтан осыны тапқаныма қатты қуаныштымын. Енді видеоны жалғастырайық. Біз есілдің жағалауына келгенбіз. Мына жақта күн батып жатыр, міне. Ал ана жақта ай шығып келе жатыр ма, сондай береді. Вау, сүйкімді. Анау ескі үйлер де сондай әдемі болып тұр. Жақта адамдар кәдімгідей бір спортпен айналысып сөйтіп жүр күшті. Үйді таңдадық, анам мені қолдады, оған қатты қуаныштымын. Енді банктың бағдарламауымен біз қандай құжаттар болу керек, қандай қадамдар жасау керек, соның барлығын жасадық. Ол 4-5 күндей уақыт алды, бірақ сол уақытта бір жағынан мен документтерді уайымдап қобалжыдым, бір жағынан менің туған күнім болды, жақындарыммен көрістім, жаңа жерлерді көрдім. Солай менің эмоцияларым әртүрлі болып жүрді, бірақ есте қалатын уақыт өткіздік. Сыйлық келді. Вау! Ай, күшті сыйлық. Мынандай Versace деген. Өте сүйіп, әдем болып жүрмін. Кристалл болып тұр. Вау, бриллианттың кристаллы ғой мынау видео. Бриллиант болып тұр. Рахмет. Иісі күшті. Good days, hold me like this. Warm in the chest, a quiet kind of silence. Süt ne istiyorsun? I can let it all go. Good days in my pocket, easy and slow.
sidewalks and clean shoes, half a block to breathe. Walking through the afternoon, easy as you please. No crowded schedules, no heavy choices made. Just watching the old system roar, slowly fade. The phone stays quiet and that feels like grace. So beautiful. Quiet in the room, a book open wide, page bent over, sun rays by my side. Your name in my pocket, a soft little glow, slow like the record, let the afternoon roll. We're not tracking the hours as they gently drift. My heavy heart is getting such a needed lift. Sitting in the corner by the old velvet chair, breathing in the sweetness of the calm morning air. Stay a while, make me smile. Slow thoughts warm in a good mood. Let my soft voice bloom, let it soothe. We're right where we should stay on this beautiful ordinary day. Notes in the margin, half of them true. Little gold answers wrapped in the blue. You pulled me out of that old heavy place with one gentle chorus. I finally found my